Көксу ауданы тұрғындары үй маңындағы тері қабылдау пунктінің жабылғанын қалайды. Жергілікті азаматтар бұл мәселені 5 жылдан бері әлі шешімін таппағанын айтуда. Тіпті атқарушы биліктен де көмек сұрапты. Бірақ шешім табылмай отыр. Жұрттың базынасын әріптесім Еркебұлан Жақыбай тыңдап қайтты. Исабаева 506. 4 жыл болды. Тері қабылдайды. Сасық, ужас, невозможно. Бұл бейнежазбаны Балпықби ауылының тұрғыны Қайрат Жанғазинов түсірген. Айтуынша үй іргесінде малдың терісін қабылдау орталығы ашылған. Ал ол жер ешқандай санитарлық талапқа сай емес дейді. Сонымен қоса жиналғандардың сөзінше теріні жуған жуынды суы канал арқылы ағып Көксу өзеніне қосылады. Енді бізге противогаз киіп жату ғана қалды, шынын айтқанда. Портышқа ашамаймыз. Портышқаны ашсаң, 1 сағат вентиляция қосып қоямыз, исін шығарып. Демаламайсың ғой, жүрегі айниды. Мен былтыр осы құсып, әйеліміз екенбіз. Одан давление көтеріп, 250 мен давление, представляете, бәрі фиксация бар ғой, тексеремін десеңдер. Больницаға түстім. Енді білмеймін, өлу керек пе, басқа не керек енді? Жалпы келеміз ғой, иіс невозможно. Мен ойлаймын, шошқан иісі ондай болмайды деп ойлаймын. Иіс деген терін иісі ма, шошқан иісі возможно, а так отырсам даже көзінен жас шығады ғой. Жазды күн невозможно. Енді қыста білінбейді аса, жазды күн невозможно. Бұрындары үйге қонақ келгенде бақшада демалушы едік. Қазір ешкім келгісі келмейді. Себебі біз жақта жаман иіс шығады дейді. Киіміңе сіңеді деп ренжіп кетеді. Тіпті аулада кір жая алмайсың. Өйткені жағымсыз иіс ауладағы кірге сіңіп, киюге жарамсыз етеді. Тері қабылдайтын орын қатерлі ошақ болу мүмкін деген азаматтар кәсіпкерге бірнеше ескерту жасаған. Тіпті әкімдікке де шағым айтыпты. Алайда нәтиже болмаған соң прокуратураға жазбаша арыз қалдырыпты. Бірақ кәсіпкердің бұған қатысты өз уәжі бар. Нәпақасын тапқысы келген азамат жұмыс бастамас бұрын ресми органдардан рұқсат алдық, бәрі заңды деп қысқа қайырды. Енді бұл кісілер мына кісілермен енді көршім, бұл кісілерден рұқсат алған жоқпыз, енді бірақ сұрап айттық, осындай жерден кәсіптенейік біз. Бала шағып ағып отырмыз біз деді. Бұл кісілер енді сасытпай, тазалап реттеп тұрып алсаңыздар, болды жарайды. Реніш жоқ, көрші ақы тәңір ақы деді. Енді ол ешқандай сасы жоқ қой бұл жерде, енді қандай көріп тұстар ғой енді міне. Ол аз ғана сасық шығады, өйткені ол тері жаңағы өлі затын нәрсе ол, өліге жататын нәрсе ол. Бұл мәселеге қатысты жергілік әкімдікте хабардар. Бірақ халықтың талабына сай кәсіпкер жұмысына тосқауыл қоя алмайтынын жеткізді. Тек тиісті органдарға арыз жазғанын айтты. Рұқсаты жоқ. Ол тек қана жеке кәсіпкер ретінде өзінің салық комитетіне барып, осы жеке кәсіпкер ретінде тіркеліп, осы теріні қабылдауға алынған. А басқа инстанциядан түсінке алған жоқ. Нақты болғанда, оның қазір мына жерде отырып ғой, специалистер бар, ветинспекция бар, ветеринарный бөлімнің басшысы бар. Біз осы жұма күні келіп, бәрін тексеріп, қандай мына жерде ережесі бар, санитарный қанша шақырым болу керек, бәрі болу керек. Олар өзінің саласына сәйкес қағаздарын береді, тексеріледі, жабатын нәрсені жабады. Дегенмен көксулықтар аталған нысанды шалғайға көшірмейінше тыныштық таппаймыз деп отыр. Тіпті жақын күндері шешілмесе, онда президентке хат жолдайтындарын айтты. Еркебұлан Жақыбай, Ғабит Қабдырахманов, Жетісу телеарнасы, Көксу ауданынан.